Сұрағым Ақмарал Шәріпбайқызына, жалпы жұмысыңыз оңай емес, сізге сәттілік. Қанша жылдан бері келе жатқан проблемалардың барлығы қазір енді сіздің мойныңызда. Біздің тараптан, жалпы депутаттық корпустан көмек керек болса, біз де әрқашан дайынбыз атсалысуға. Сұрағым осы жоғары аудиторлық палатаның мәліметіне сәйкес, бүгінде мәмс жүйесінде 16 миллион 200 мың адам тіркелген. Оның ішінде 12 миллион адам жеңілдік санатында жатады. Олардың жарналарын, яғни мемлекет төлейді. Қаржылық жүктеменің кемінде 76% мемлекеттің мойнында. Осы жүйе ары қарай қалай болады, қалай жалғасады? Біз мәмсті құрарда осы бір мақсаттарымыз бар еді, проблемалар шешеміз деген. Осы мақсаттарда жеттік па, және де осы жүйені ары қарай қалай жалғасу болады? 4 миллион адам қазір жарнаны өзі төлейді, қалғанын 12 миллион адамның жарнасын мемлекет төлейді. Осының шешімі қандай? Рахмет. Рахмет сұрағыңызға, құрметті Руслан Арыспекұлы. Ең күрделі мәселелердің бірі, негізі бүгінгі таңда сақтандырылғандардың саны үлесі 83%-ға жетті. Тиісті штаб жұмыс жасап жатыр, бірақ жаңа айтып жатырмыз, ол штабтың айтарлықтай бұл мәселеге әсер ету төмендеу болып жатыр. Сондықтан жаңадан қосылған проблема бұл біздің сақтандырылмаған азаматтардың ішінде біз тиісті сараптама жасалынғаннан кейін осы жерде Министерство труда и социальной защиты өкілдері отыр. Бүгінгі таңда Қазақстанда 6,5 миллионға жуық отбасы бар. Сол отбасылардың барлығына цифрлық карта арқылы сараптама жасалынды. Соның есебін қарағанда, енді бізде жаңа айтып кеткен 15 категорияға 12 миллионға жуық халықтың осал топтарына жатуына байланысты мемлекет өзіне бұл жүктемені алып, тиісті жарнапұлдарды төлеп отыр. Сонымен қатар 5 миллионға жуық бұл жұмыс берушілер үшін жасап отырған жарнапұлдар. Жұмыс беруші осы 5 миллионға жарнапұлдары беріп отыр. Сонымен қатар бұл 5 миллион халық өзінің айлықтарынан 2%-ді төлеп отыр. Енді қалған 3,5 миллионға айтып кететін болсақ, тиісті заң жобасына байланысты біз ұсыныстарымызды бердік. 1,2 миллионға жуық халық, 3,5 миллион ішінен шын мәнінде де осал топтарға жатады екен. Бұл осы цифрлық карта бұны дәлелдеп отыр. Енді қалған 2 миллион халық негізі бұл платформені занятоспенен жүрген азаматтарымыз. Енді оған байланысты тиісті жұмыстар жүріп жатыр. Ауыл шаруашылық саласындағы жұмыс жасап жатқан азаматтардың айлықтарын тек қана осында егін науқан кезіндегі төлеуіне байланысты осында жарнапұлдарын беру ұзақ мерзімдері бұзылып жатады. Сондықтан бұл енді тек қана денсаулық сақтау саласының мәселесі емес екенін айтып кеткім келеді. Құрметті Руслан Арыспекұлы, бұл енді бірлесе отырып, экономика министрлігі менен жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып шешетін мәселе. Біз өз тарапымыздан тиісті медициналық көмектің қолжетімділігі менен сапалы қызмет жасауға енді өзіміздің міндетімізді толық орындайтын боламыз. Ал мына жаңағыдай мәселелерді біз енді заң аясында ұсыныстарымызды бүгінгі таңда барлық үкіметтің мемлекеттік органдары келісіп отыр. Тиісті республикалық бюджет комиссиясы өтті. Мемлекеттік органдардың қазір келісімдерін алғаннан кейін осы ақпан айының соңында біз мәжіліске келеміз. Сол кезде өздеріңізбен бірге тағы да талқылайтын боламыз. Рахмет.